Мына горельник дейтін жер жаңа автобуспен жолдан түсіп қалдық. Мен басым айналып тұр, неге? Орта жолдан түсіп қаласың ба? Қайдан түскенін білмей тұрғансың ба? Жоқ, анда не, үштіп төмен қарай кетіп батыр да. Мына жер сондай жер ғой. Суға түсіп жатыр, су ыссы су сияқты. Иә, су бар да мына жерде. Қарайық бар. Бірінші жоғарыдан барған тамақ ішетін жерді қарап тұрмаймыз ба? Білмеймін, сұрайық, қарайық. Суға түсетін жер. Сөйтейік, жоғарыдан қалып келейік, бірінші тамақ ішетін жерді. Иә. Қызық па мына баспалдағы? Қызық екен, иә. Андай не жұмсақ па? Резинка сияқты ма? Жоғары қарай жасап қойған жоқсыңдар ма? Жоқ. Что да? Суды қара. Бәнде бұлақ ағып су. Горельникке қарай қайда барады? жоғары қарата. Жоғарыда ағаш үйлер бар. Сосын палау бар, үлгірсек. Қызықтың бәрі жоғарыда. Иіс керемете. Мына елкалардың иістері ашылып қалды ма? Не, күлге шаршадыңдар ма не? Нема, аям шаршап қалды. Күлгің шаршадым дейді. Шаршама, шаршама. Жүр. Мындай жер екен. Горельник бәрі. Күшті ол жайға салған. Қаттанып отыр, әншеде. Андай нені істеп жатып алған. Керемет. Плов пісіретін жер мына болып тұр. Плов не болып жатыр екен, қазір сұраймыз. Жоқ, үш болған жоқ, плов бітіп кеткен сияқты. Қайдан білдің? Плов пісіретін жер мынау сияқты міне. Қарайықшы. Біз үште плов береді деген келсек, плов бітіп кеткен. Енді келесі қашан пісіреді екен. Соны күтіп қараймыз қазір. Дәмді плов болып тұр екен. Жеуге тұрсамыз қалайда деймін ба? Бұйыртса. Ана жерде де адамдар жатыр. Ана жер босамайды, мына адамдар қарап отыр. Босамайды екен, ана жерге тамақтарын алып келіп отыруға болады екен. Ауаны айтшы, Гүлке. Мынау горельник дейтін жер. Шымбұлаққа шығып бара жатқанда жолда. Үш жерге де келуге болады. Шығып бара жатқанда да баруға болады. Кетіп жатқанда да баруға болады. Бәрі 700 теңге адам басына. Енді ана жоғарға шығып келеміз да? Жоғары жақтарды қарайық. Ана әдемі жақтарға барайық. Кішкене сол жаққа барып демалайық, ауа жұтайық, энергияны толтырып алайық. Мына билсерет не? Аренда ма? Жоқ, келген балдардық шығар. Андай велосипед Мына жақпен жүрейік. Былай барып, былай айналып болады. Неге біздің туымыз желбіреп тұр. Не ма? Палау пісірейін де атқан жоқсыздар ма? Палау пісірейін де атсыздар ма? Ертең пісіресіздер ма? Только жексенбі ғана. Тек жексенбі. Сәрсенбі жұма? Жоқ, жексенбі. Жексенбі болады. Тек қана ма? Бүгін болды ғой? Бүгін болса не ғой? Мейрам боласың ба? Жақсы. Ме? Күніне бәсе 4 мезгіл қайдақтың адамдары шығырып отырған дейсің. Бүгінге үлгере алмадық пловқа. Плов қанша екен негізі? 2200 деп тұр, ондай қымбат емес. Что? Иә, керемет қой. баспалдағымен. Мына баспалдақпен былай айналып, ана жақта не бар екенін көреміз. Ана жерде ағаш үйлер тұр. Анда не бар екенін көреміз. Қайда барсаң да жоғарға шығу. Ана жерде канаттылар ерсілі-қарсылы шығарып жатыр. Төменге медеуге дейін барады, Шымбұлаққа. Шымбұлақтан әрі қарата мана біз барған жерге қарата барады. Әңгіме айтты Гүлке. После закрытия кафе запрещено шығуға жоғарға да? Сөйлеп тұр ма? Кафе жалғасын. Шыққандар деймін. Ана жерде не бар? Тоже кафе ма? Ана жерде. Ана жерде де кафе ма? Не бар? Сондай сияқты шашликтің ішіп жатыр ғой түні. Көрдің ба? Мына домик бес па жалдап алатын? Покажи-ка. Так, давайте мне. Берегите. Жоқ, мынау. Мына жер арғы төменге түсетін, жаяу түсетін жол жер ғой. Солай ма? Мына жер төмен түсетін. Ана жерден былайға жоғары шығатын болу керек жол. Қаяққа? Былайға түсетін. Жаяу кетеміз бе де? Былайға шығамыз. Ананың ішінде не бар, қараш? Мынау не? Не алды? Горельник. Горельник, виз-центр. Кафе, апа Катя дейді. Апа Катя дейді. Катя апаның несі болып тұр. Апа Катя. Катя деген апаның кафесі болып тұр. кафесі деп қойсын.
Ого. Бұл жерде неге адам жоқ? Ана жүреді ғой. Ар жағында жүр. Күшті екен де шарбағында отыруға. Мына жерде қай жерге қанша километр екен жазылып тұр. Сағат тауы дейді, 7,5 километр жаяу жүресің. Так, Трескова шыңы дейді, 8,7 километр. Трапеция асуы 63 километр. Бүркіт асуы, Уасу 3,5 километр, 400 метр. Кемпинг аумағы дейді. Шымбұлақтың өзі 3 километр? Медеуге 4 километр, мына жерде жаяу түсетін болсаң. Мына жерде мінеки жаяу адамдар көтеріліп келатыр. Үшеме жаяу түсіп Медеуге баруға көке. Жаяу түсу кішкене оңайлау сияқты ғой? 4 километр. Нормально ма? Жүресің бе 4 километр? Жүруге болады да негізі. Болады. Асықпасаң. Төмен қарата ештеңеміз қой. Иә. Давай жоғарыға бісмә. Анам Мен шыға алмайтын сияқтымын ғой. Да, молодец. Бер қара қызым, түсіріп алайын. Маған қиындау е. Тоқта. О, күшті фото. Маған қиындау сияқты. Оңай. Күшті ғой, мына қараш. Иіс шығар, иіс. Таза ғой. Жоқ, кетер. Мамасын сүйреп келатыр ғой. Қызым сүйреп келатсың кәдімгідей. Жүре алмаймын деймін. Иә. Ой. Мен итер енді. О, күшті екен. Жерлерге отыратын ғой, иә. Одеялда кел жай жүр. Ой. Алдында көлсай сияқты ма, Гүліке? Иә. Аха. Ертегідегі дей ма? Өстіп, Күлсайға барғанда ағаш үйді ашып жатқанда мынандай болып тұрды ғой, алдымыз. Иә. Күшті. Әнжу барды ғой айтпақшы. Иә. Не осындай. Күшті да, иә. Гүлдің арасында келатыр, гүл болып Гүлікің. Күшті жерлер аще. Басым айналып тұр мен мына жерден. Күшті, таза ғой. Қазір түсіп келе жатып, мына ағаш үйді қарап кетеміз, ішінде нелер бар екен. Әсірше жоғары қарата шығып жатыр. Жоғары жақты көрейік. Анау елкалар жақта, оның жағында не бар? Ана елканы жоғары қарай шыға аламыз ба? Шаршамасаң шығасың, Гүліке. Да? Мына кішкентай жерге әрең шықтың, білесің бе? Иә, бірақ та. Мына жерде не деп жатыр? 8,6 километр жерде дейді. Титов асуы дейді. Перевал Титов дейді. Неге Титов деп қойды? Қазақша аттап алмады ма екен деп қоясың ғой. Ол не алдың Титовтың ең жоғарғысы ма сонда? Міне картасы тұр, көрдің бе? Біз қазір сіз осындасыз дейді. Иә. Анаумен айналып, жоғары, ең жоғары. қайтып келуге 8,6 километр дейді. 5 сағат 40 минут жүресің дейді. Мәссаған, қайдан? Жоқ, ана төбеге шығып келуді. Иә, ана ізбен айналып кететін болып тұр, ана жақтар. Анаға айналып кеткен сияқты. Мына жерге қарасам көз тоймайды. Иә. Керемет. Айтатын жоқ, керемет қой. Демал жату керек қой, мына жерде кешке дейін. Бірден алып келіп жайып. Иә. Ән жатыр адамдар, жастар. Иә, жатыр. Күшті, молодцы. Мына кісі жаяу келатыр. Титов перевалынан келе жатырсыз ба? Перевал с Титова идет? Вот далеко это. Далеко? Вы не успеете. Вы оттуда идете? Я ближе. Алысқа бара алмаған. Бара алмай жете алмадым дейді. Сіздер вообще жете алмайсыңдар дейді. Тие қалдыңдар дейді. Жаңбыр сіркіреп тұр. Күшті болып тұр. Ауа дейтін керемет болып тұр ғой. Қатты жауып кетпесін деп. Жаздың мезгілі ауа дейтін керемет болып тұр. Елка не зато. Иіс бар ма екен? Иіс үш жерден ақ бұрқырап тұр ғой. Шишкілер жатыр ана жерден жүр. Мама. О. Мана не алып жылайын загадать етейін ба? Оңаша ғой. Мына жермен барып көрейік ана жерге дейін не бар екен. Орман арасына кіре беретін сияқтымыз ғой. Иә. Не істейміз, ол жаққа бармай ақ қойшы. Қарайық қазір. Аюға жаққа дейсің. Қорқам мен. Ол жерге қарай кіргім келіп тұр. Кіріп қайық. Шыға алмайсың қазір бері қарай. Неге? Арасында бірдеме шыға ма не? Не бар саған? Ей! Әке! Неге? Аяң астында жатқан зат қарашы, ана қоңыр. Шишкілер андай. Шишка. Шишкі андай, не алды? Әке, адас қос бер. Бармаңыз. Ей, бері кел. Неге? Күштеген мына жер бар көлеңке. Ар жағы ана не зат, ағаш бар да сеткімен. Ағаштар ғой кілең талығы. Ағаштар. Сетка қоршап тастаған сияқты болып тұр да. Мында шишкі. Давай кеттік ары. Әліш кеттік ары.
тым қорқынышты емес, күшті ғой. Мына жерде толып отыр ал. Мына жерде тағы да табличка тұр. Перископ шыңы, трапеция суы, сағат тауы дейді екен. Бүркіт асуы. Ана жерде Қытай домиктер тұр. Мына жерде карталар тұр. Осы картаменен жүруге болады. Қайда барғың келеді? Ана төменде де адамдар отыр. Ол көрейік сұрайық. Беседка. Қайық қызық үшін. Платный ма екен? Қазір көрейік сұрайық. Мен уже шаршап кеттім. Қандай әдемі, иә? А? Керемет, иә? Ей, не екен вообще? Бертеш қорқынышты екен. Мына жер шатырлары, оның ішіне шатыр құрып қойған. Мына шатырды қалай алуға болады? Арендуется? Бесплатно? Платный. İçine şatır құрып қойып отыруға тегін дейді. Бесплатный болса, өзің тауып. Ей, Тегін дейді, күліге мына жерге келіп жатуға таңертең. Да? Иә. Таңатпен ерте келесің де алып аласың. аныш қараш, чемоданына пісіретін газ бар ғой? Иә. Чемоданда тұратын жолға алып шығады. Сондай газы бар. Андай мындайларын алып келіп өздері пісірген. Пісіріп алып отыр ма? Иә. Күшті демалыс жасап отыр. Күшті. Керемет. Мұндай шатыр әкеліп құрып қонып жатуға да болады негізі. Иә. Қап-қараңғы болып кетеді просто. Мындай нен сакының үстіне құрып қойыпты. А? Мындайдың үстіне құрып алыпты. Бізде бар ғой мындай палатка. Ішіне 3 адам 4 адам кетеді. Жоқ, мынау өзі біреу әкелген бес құрып қойған сияқты ғой. Жоқ, өздері алып келген палатка ғой. Да? Анау шатырлар енді дайын тұрған, олар тегін. Мына ішінде адам бар деп ойлайсың ба? Иә, ана қыздардікі сияқты. Просто қап-қараңғы болып кетеді ғой түнде. Иә. Светильник алып келесіз, Фонариктер алып келуің керексің. Батарейкамен жанатын фонарик. Иіс қандай керемет, иісті қарашы, иіс. Таза ауа. Тап-таза ауа. Мына үстіне келіп палаткамызды құрып, осы жерде мана газ баллонды алып келіп тамақ пісіріп. Сосын ана жерде стол бар әнекей. Күшті ғой, иә. Көлсайға бармай осы жерге келуге болады ғой? Иә, Көлсайдан айырмашылық жоқ та? Иә. Толтырып, магнуммен тамақ алып аласың. Мына жерге бәрін істейсің да? Мына жерге бәрін істеп, палатканы құрып қойып. Пісіріп, ана жерге ішіп, Иә. қонып, жатып. Иә. Керемет емес пе? Фонариктеріңді алып келіп. Иә. От жағу болмайды шығар енді. От жағу болмайды, манадай не ғой, газ ғой андай, Қытай. Баллонмен ба? Иә. Қасында баллонның оның қасында тұрады ішінде. Газ ба ол? Иә. Жоқ, андай Қытай баллон. Плитка. Ішінде газбен жана ма? Баллонмен жанады, Қытай қандай, мынандай Қытай қандай баллон. Иә. Арзан олар 5000 теңгеден. Мінекей, табиғат. Күшті, да. Мына тастың төбесіне шайын ба? Жоқ. Шалмайсың, үлке болмайды, қорып кетсең. Кетші, мына тастың. Проблема олады, керек емес проблема жасап жүрген. Шықпайды. Қызым қорқады менің. Үлкен мына тасты итеріп құлатам дейді оған. Иә. Итер шал. Итер қайда? Мен осы. Ар жағын көрейінші. Ары қарай жол жоқ ол. Ана жерде не? Төменде су ағып жатыр да бұлақ. Мына жерге от жағыпты ғой. Жаққан ба? Жоқ, болмайды шығар негізі. Орман өртену дейтін осыдан ғой енді. Мына жер тіп-тіке жарғабақ. Тіп-тіке жарғабақ. Бертіші. Ар жағы қорқынышты, ана тастың үстіне баруға болады, бірақ қорқынышты. Мінекей. Су ағып жатыр. Жол жоқ қой да? Альпинистер мінген сияқты, ана жерге екі шеге қазақ қойыпты ғой. Қайсы? Ана ақ тастың үстінде. Мына жер су ағып жатыр. Ана тастың қасына дейін баруға болады сияқты ғой. Жоқ, керек емес, ар жағы тіп-тіке жарғабақ қой. Уже ол рискованный, күлкі болмайды. Қорқынышты бірақ да? Жерге отырайық па, әңгіме етіп дейсің. Кітап оқып отыратын жер екен. Альпинистер дейсің, ана ағаштардан үсті-үсті олар түспей ма? Сондай үшін құлатқан бес па талдарды? Жорғалап мінуге ма? Иә. Ұстап деген сияқты. Оны тартып Не үшін осындай ормандардың ішінде ағаштар құлап жатыр деп ойлаймын да, мынандай. Өзі қойып жүр енді, срогі бітіп, желі болып деген сияқты, қурап. Сонда мына жаққа жол жоқ қой, манағылар қайда кетті? Қалай кетті? Біз басқа жерге бұрып кеттік деймін да, или түрке бар болады. Жоқ, біз басқа неге бұрып кеттік ма? Стрелкіден басқа жаққа бұрып кеттік та біз мына жерге. Ал кеттік тамашик. Күлкі жаңбыр жауып кетпей тұрғанда не толайық? Төмен қарай түсіп алайық.
Сосын манағы жолдан ағаш үйдің ішінде не бар екенін көріп кетейік. Төмен қарай түсейік. Мына ағаш үйдің ішіне қарап кетейік. Кіре бер. Не бар екен ағаш үйдің ішінде? Қарайық не бар екен. Ашып тұр ау деймін сізге. Добро пожаловать деп тұр ма? Даже ешкім келмеген сияқты ғой. Ал дейді. Смола. Смола. Іші деген жаман. Ана жерде ақ орамал, мындай не, кровать. Мына жерге джакузи ма? Душ, джакузи, жуынатын жер, туалеті менен. Мынау гостиница ғой кәдімгідей. Мінекей мына жағында кішкентай ағаш үйді мындай не қылып қойған, санузел қылып қойған. Жүріп тұр. Күшті екен. Гостиница ғой сонда. Бұның бағасын қайдан білеміз енді. Жазылып тұрған жоқ қой жерде. Тоқ, розетка да. Аппақ төсек. Пыс екен де бірақ. Мінекей отыратын диван, демалып. Журналный стол. Шапан тұр. Адам сияқты болып кетті. Түнде жамылатын болып тұр күн салқында. Кешке қарай есік алдына шығуға жамау. Жерге ағаш үйдің ішіне жерге шай ішуге болады. Мына жерде нелер шкаптар, қазақша кәдімгі. Күшті екен де. Кәдімгі қазақ үй мінекей. Ағаш үй міне, темір үй емес, ағаш үй, уықтары бәрі ағаш. Ағаш бәрі. Мынаның несі қайда? Несі? Адамдар. Бағасын білейік деп едік. Мына жақта да ағаш үйлер бар. Анан есік жабық тұрған сияқты, құлыптанып тұр. Мына жерде де есік бар, Гүлке. Көрейік, ана ағаш үйді көрейік. Аш. Екі ағаш үй, манағы біреу ғой да? Бір үй ғой. Ана жер жастар демалып отыр енді. İşte koyu saydı. Күшті екен, кешке қарай салқын болады, ана төбесін ашып түседі да? Жан жақтар ашылады ғой негізі ағаш үйдің. Мыналар ашыла ма екен? Ашылмайтын сияқты орап тұр. Hani ağaçlar ki. Мына да кілт тұр, иә. Соны байқадым жаңа кілт тұр. Мына жабық тұр. Бұл да сондай қонақ үй шығар жаңағыдай. Мына да қонақ үй деймін кішкентай тұр. Ашық па дегенде жоқ, жабық тұр, ажа бер жабық тұр. Ажа жабық тұр бер. Жоқ. Мына жерде кілем, табақ тұр. Мына біз отырған ана жерден тамақ ішкен жеріміз ғой мына. Үш жерден түссек те бар. Ішінде кілтеп алған. Кілтеп алған сыртта тәпішке тұрды ішінде. Мына жерден түсуге болады мінекей, жол бар. Шөпті басып жатқан жоқпыз, адамдар жүрген жол бар, сонымен түсіп жатыр деп қойын. Бөлге сен төмен түскенде де, жоғары көтерілгенде де не екенсің? Байқа домалып кетпе. Болды, енді осыменен елге қайтамыз. Телефонда түсіріп жүрген камерамыздың да зарядкасы азайды. Бітті почти. Біздің зарядкамыз бітіп қалды, сол үшін қоштасуға тура келеді. Зарядтайтын жер болса тағы да түсеміз. Бізбен бірге болыңыздар, давайте. Лайк, комментарийіңіз, ұмытып кетпеңіздер, аман болыңыздар, өшке келіп қыдырыңыздар. Алматыдағы қай жерлерін түсіруге болады, баруға болады, оны айтып өтсеңіздер, комментарий жазып кетсеңіздер, біз сол жерлерді түсіріп көрсетуге тырысамыз. Рахмет көп.